Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Және бүгін біз сіздермен бірге коммерция білімі мен сағатына қалай $30 мен $100 аралығында қалай табысқа шығу керектігін осы видеода айтып кететін боламын. Олай болса, біз бастаймыз. Алдымен достар, біз коммерциялық білімнің 5 жолымен танысып алайық. Бірінші бізде бизнес консалтинг, екінші маркетинг қызметтерін ұсыну, үшінші өз өнімдеріңізді немесе курстарыңызды сату, төртінші фриланс платформаларында қызмет көрсету, бесінші онлайн коучинг немесе менторлық қызметтерді көрсету. Достар, біз коммерциялық білімнің бірінші жолын қарастырайық. Бизнес консалтинг саласының ішіне кіретін болсақ, нақты салалар бөлінеді. Бизнес консалтингтің ішінде 4 түрлі салалар болады екен. Бірінші маркетинг, жарнама, әлеуметтік желі, стратегия, бренд дамыту сияқты қызметтерді атқарады екен. Екіншісі сату, клиенттер тарту, скрипт жазу, CRM жүйелерін құрып беру. Осындай қызметтерді сатушылар атқарады екен. Қаржы, бюджет жоспарлау, шығындарды оңтайландыру сияқты қызметтерді атқарады екен. Төртінші сала бізде бизнес стратегия, свот талдау, бизнес моделін жасау, масштабтау. Осындай қызметтерді атқарады екен. Бізде 4 сала бар екен негізі. Енді біз бұл 4 саланы талдап көрейік. Бірінші маркетинг саласында қарайтын болсақ, бізде қандай мәселе? Мысалы, сіз қандай мәселе шешесіз? Мысалы, сіз маркетинг кеңесші ретінде шағын бизнеске немесе жеке кәсіпкерлерге келесі қызметтерді ұсына аласыз. Мұнда тұрған клиентте болып жатқан мәселелер: көрсетілім мен сатылым аз, әлеуметтік желілер арқылы клиент тарту қиындығы, брендтік танымалдылығы төмен, осы сияқты мәселелер көп. Сіз мәселесі көп кәсіпкерлерге ұсыныс жасайсыз. Мен сізге Instagram, Facebook арқылы клиент тарту жүйесін құрып беремін, брендіңізді дамытып беремін, жарнамалық стратегия жасап сатылымыңызды арттыруға көмектесемін деген сияқты ұсынысыңызды ұсынасыз кәсіпкерлерге немесе бизнесмендерге. Маркетинг қызметі дәл осылай орындалады. Екінші бізде сату. Сіз клиент тарту, скрипт жазу, CRM жүйелерін құру сияқты қызметтерді атқарасыз. Егер нақтылап қарайтын болсақ, сіз шешетін бастама мәселелер көптеген шағын бизнес иелері мынандай қиындықтарға тап болады: клиент таппайды немесе тұрақты емес. Екінші сатушы командасы әлсіз. Үшінші скрипт жоқ, не болса да соны айтады. Төртінші клиент базасы сақталмайды. Осындай минустар болады. Сіз бұл қиындықтарды шешіп беру үшін өзіңіз ұсыныс жасайсыз. Ұсынысын сіз өзіңіз бизнесмендерге немесе жеке кәсіпкерлерге айтасыз. Сіздің міндетіңіз бұл жерде сату. Үшінші бізде қаржы. Сіз шешетін басты мәселелер бұл жерде көптеген кәсіпкерлер мен жеке тұлғаларға мына қиындықтарға тап болады. Қаржы қайда кетіп жатыр, түсінбейді. Табыс бар, бірақ үнемі жоқ. Қарыз көбейіп кетеді, инвестиция жасауға қорқады. Осы сияқты минустарға сіз кәсіпкерлердің өнімінің осыларды құтқару үшін өзіңіз ұсыныс жасайсыз. Мен сізге нақты бюджет жоспарын құрып беремін. Шығындарыңызды азайтып, қаржыңызды бақылауға алуға көмектесемін. Осы ұсынысты сіз кәсіпкерлермен немесе жеке тұлғаларға ұсынасыз. Осы минустарын жауап беру үшін. Қаржы саласы осы бюджет жоспарлау мен шығындарға оңтайландыру қызметіне қарай деген қатты. Төртінші бізде бизнес стратегиясы. Қандай да бір бизнес стратегиясы, мысалы, сіз шешетін басты мәселелер көп кәсіп иелері келесі жағдайларға тап болады. Іскерлік идеясы бар, бірақ нақты жоспары жоқ. Күніне 10 сағат жұмыс істесе де нәтиже жоқ. Бизнесті масштабтауға дайын емес, нарықтағы бәсекелестерден ерекшелене алмайтын бизнесмендер, кәсіп иелеріне сіз ұсыныс жасайсыз. Мен сізге нақты свот талдау, бизнес моделін қалыптастыруға және масштабтау стратегиясын жасап беремін. Сізге артық жүктемесіз нақты өсу жоспарын ұсынамын. Ұсынысын жасайсыз. Бұл жерде бизнес стратегия қызметі сол свот талдау, бизнес моделін жасау, масштабтау. Міне достар, біз бизнес консалтинг ішіндегі 4 саламен нақты танысып алдық. Енді бұның астына қарайтын болсақ, өзіміздің қызметтеріміздің пакеті осы 4 сала: маркетинг болсын, сату болсын, қаржы болсын, бизнес стратегия болсын. Бұл пакет қызмет пакеттеріңізді дайындайсыз. Тұрақты табыс үшін әртүрлі деңгейде қызмет пакетіңізді ұсыныңыз. Бастапқы пакетті 1 сағатты консультация $15 мен $30 деп айтыңыз. Стандартты 3 сессия, нақты стратегия $50 мен $100 деп айтасыз. Өзіңіздің құндылығыңызды барынша жоғары көтерілген сайын сіздің біліміңіз де сапалы болады. Өзіңіздің пакеттеріңізді ұсыныңыз. Мысалы, 7 күнде Instagram арқылы 10 клиент табу сияқты нәтижеге бағытталған ұсынысты жасаңыз. Бізде қызметтен кейін, өзіміздің пакеттен кейін, қызметтен кейін клиент табу жолдары. Өзіміз мына 4 саланы, мысалы 4 саланы біз пакетімізді құрастырып алдық. Мұнда 4 саланың біреуін таңдап алдық. Мен мысалы бизнес стратегияны таңдадым. Бұл жерде мен өзімнің қызметтерімді мен қалай көмектесе аламын, соның бәрін мен түсініп алдым. Мына жерде 4-шіні оқып алдым. Мына жерде мен өзімнің пакетімді құрдым. Клиенттер, бизнестер, кәсіпкерлер келеді да менің пакетіме қарай келіседі. Менімен келісім осы жерде болады. Енді мен клиент табу керек болады. Instagram немесе LinkedIn парақша ашасыз. Құнды контенттер жариялаңыз, кеңестер, видеолар, тікелей хат жазу, ұсыныс беру әдістерін қолданыңыз. Тегін вебинарлар өткізіп клиент тартуға болады.
Zoom арқылы сессия өткізіңіз. Сіз мысалы мына жерде Instagram арқылы через Facebook арқылы Instagramға таргет жібересіз реклама, ол таргет реклама келеді, өз аудиторияңызды дұрыс таңдап жіберуіңіз керек. Бізде кейін сіз Instagram арқылы жарнама жібересіз, жарнамадан келген клиенттер Zoom арқылы сессия өткізуге мысалы сізге келеді. Сіз оған дейін кәсіби фон, жарық, микрофон дайындап аласыз. Сессия алдында клиенттің проблемасын зерттейсіз. Сізде презентация немесе шаблондар дайын болса, сіз клиенттердің проблемасын зерттеп, мына жерден жарнамадан келген клиенттер сіздің осы вебинарыңызды көріп, Zoom арқылы өзіңіздің нәтижелерін көрсетесіз. До после деген сияқты. Содан кейін барып сіз клиенттің проблемасын зерттейсіз. И презентация ретінде шаблон дайындайсыз. И бізде соңғысы клиент ойланып келе, мұндағы өзінің таңдаған пакетіне қарай төлем қабылдау PayPal немесе Kaspi арқылы аударым сізге жасайды. Уже сізге ақша төлейді. Сіз алғашқы клиентіңізбен жұмыс жасайсыз. Сол себепті сіз алғашқы клиентіңізбен жұмыс жасаған себепті сіз пікірлер мен портфолио жинау үшін, жұмысыңызды көрсету үшін Instagram парақшаңызға жинап қоясыз, актуальностьқа қойып қоясыз. Ол келесі клиентіңізге де сенімділік кепіл беру үшін, достар. Достар, мен алғашқы стратегиямды кішігірім түсіндіріп өттім деп ойлаймын. Келесі видеода сіздермен маркетинг қызметтерін ұсыну толыққанды жоспарларымен танысып шығатын боламыз. Олай болса, достар, келесі видеода кездескенше.